Павлодар қаласы полиция басқармасының солтүстік полиция бөлімінің номер 15 учаскелік полиция пункті. Халыққа жақын болу үшін Қазақстан Республика президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың үндеуі бойынша ашылған. Шамамен 54 метр квадрат, барлығы 4 участковый жұмыс істей береді, және де осында бір ювеналдық полиция тобының инспекторы. Бізде қалада қанша осындай пункт орналасқан? Қазір біздің қаламызда осындай 4 модульдік учаскелік полиция пункті орналасқан. Осы жылдың соңына дейін қалада ғана емес, Ленин, Кенжекөл және жетекші ауылдарда бұл полиция пункті ашылады. Бізде енді қаламыз 23 неге бөлінген ғой. 7-ші ауылмен Кенжекөлді қосқанда, жетекшіні қосқан кезде бәрінде жалпы қаламызда 19 учаскелік пунктқа бөлінген, соның барлығы жалпы қалама осындай модульдікмен учаскелермен 2023-2024 жылдарға дейін осындай учаскелік, сіз айтқаныңыздай, 19 қаламызда бар, 4-і ауылдық округтерде орналасқан. Осы жылдан бастап 30-ға дейін болады. Ара қашықтығы 4 километр 5 метр болады. У нас есть республиканская программа «Восход процесс». 23 есть групп быстрого реагирования. Как на сегодняшний день они работают? Они, получается, отрабатывают по вызовам, также привлекаем не только вот эти группы, то есть уже отделы соцзащиты, отдел образования, социальной педагогии и так далее. Социальной педагогии, школы расположены на этой территории по подведомственности. То есть уже, получается, мы стараемся охватить широкие массы. Проводим рейдово-профилактические мероприятия, это в основном у нас получается выходные праздничные дни, либо по плану уже нашему присмотру. А как на сегодня обстоят дела вот школьных полицейских по микрорайону? У нас получается с текущего года уже, согласно приказу министра, данные участковые инспектора полиции по делам несовершеннолетних переведены из разряда школьных, которые закреплены, зональные, то есть за территорией. Как участковый инспектор полиции, который обслуживает конкретно данную территорию административного участка, также закреплены и инспектора ОДМ.